Аграрлық саясаттың негізі ұлттық ауыл шаруашылығы санағы қалай жүреді? Санақ 2025 жылдың 1 тамызы мен 20 қазан аралығында 2 кезеңде жүргізіледі. Ұлттық ауыл шаруашылығы санағының алғашқы кезеңі тамыздың 1 мен 31 аралығында онлайн форматта өтеді. Заңды тұлғалар, фермерлер мен шаруалар, сондай-ақ мал ұстайтын не бақша егетін үй шаруашылықтары сауалнама парағының сұрақтарына sanaq.gov.kz сайтына тіркелу арқылы онлайн түрде жауап бере алады. Санақтың келесі кезеңі офлайн форматта жалғасады. Сайт арқылы сауалнамадан өтпеген үй шаруашылықтарын интервьюер 20 қыркүйек пен 20 қазан аралығында аралайды. Мұнда қағаз бланктердің орнынан планшеттер алмастырады. Онда толтырылған ақпарат сол сәтте бірыңғай мәліметтер базасына түсіп, деректердің бұрмалануына жол бермейді. Үйіңізге баратын интервьюердің тиісті куәлігі, көк түсті жилеті мен қалпағы болады. Олардың жеке басын сәйкестендіру үшін sanaq.gov.kz сайтын қарауға болады. Санақ пен ресми сайттың жұмысына байланысты кез келген сұрағыңыздың жауабын жедел желіге қоңырау шалу арқылы біле аласыз. Санақ барысында жиналатын барлық мәліметтің құпиялылығы заңнамамен кепілдендіріледі. Ұлттық ауыл шаруашылығы санағы үлкен өзгерістің бастамасы.